Бауырсақ ертегісі. Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпірге: «Маған бауырсақ пісіріп берші» дейді. Кемпір бауырсақ пісіреді. Міне, бауырсақтар дайын болды. Бауырсақты терезенің алдына суытуға қояды. Бір кезде бауырсақ домалап кетеді, сөйтіп қоянға кезігеді. Қоян: Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, енді сенен де қашып кетем. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан қаштым, енді сенен де қашып кетем. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші, мен саған өлең айтып беремін. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан қаштым, аюдан қаштым. Менің мұрныма отырып айтшы. Жарайды. Бауырсақ өлеңін айтып жатқан кезде түлкі бауырсақты жеп қояды.